Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар. Бүгін біз 5 сынып бойынша 47-ші беттегі тақырыпты өтетін боламыз. Тақырыбымыз describing of people for a blog. Манағыдай адамдардың блог жүргізгенін, әңгімелеу. Exercise 1. Read the model text. Who are people 1, 2, 5? Write their names. Бұл жерде мәтінді оқыңыздар дейді, Сосын 1-ден 5-ке дейінгі мына сұрақтарды жауабын табыңыздар дейді. Адамдардың аттары кім мына жерде? Ол үшін мына мәтінді оқып жіберейік. Blogger. Here is a photo of some people at my sister's birthday party. The 2 women at the back are my mom and my aunt. My aunt is on the right. She's serious, but she's nice. My mom's got hair here and she's very friendly. My grandmother is on the left with the football. She's very nice. The other people are my uncle, my little cousin Alex, and my sister Becky. Becky's got a new bicycle. She always wears pink or yellow. They're her favorite colors. Мәтінді аударайық. Менің әпкемнің туған күніндегі адамдардың фотолары дейді, әпкемнің туған күніндегі дейді. Арттағы 2 әйел менің анам және нағашым дейді, Нағашы әжем деген. Менің нағашым оң жақта тұр дейді. Ол өте салмақты дейді, және жақсы адам дейді. Менің анамның шашы ақшыл дейді. Ол өте мейірімді. Менің әжем футболды жақсы көреді дейді, Ол сол жақта тұр дейді. Ол өте сүйкімді дейді. Басқа адамдар, мына жердегі басқа адамдарды айтсам дейді, менің ағам бар дейді, кішкентай немере ағам бар дейді, Алекс деген, және әпкем бар, Беки деген дейді. Бекидің жаңа велосипеді бар дейді. Ол әрқашанда қызғылт немесе сары түсті киімдер киеді дейді. Және ол соның өзінің сүйікті түстері екен. Олай болса, енді мына жердегі мәтінді тыңдадық, оқыдық. Бірінші жаттығуға жауап берейік. Мына жерде бірінші сұрақта the woman with the football дегенге grandmother дейміз, әжесі. The woman is here, mother, анасы. The girl with the bicycle дейді, велосипедтегі. Sister, әпкесі, Becky деген. The man with dark hair, шашы қара адам, ағасы. The little boy, кішкентай бала, cousin, немере інісі, Алекс екен. Арғарай, exercise 2, language point and but or. Complete the sentence with and but and or. Then look at the model text and check when is there a comma. Бұл жерде сөйлемдерді толықтырыңыздар дейді. And but or деген сөздерді қоюымыз керек мына бос жерлерге, және үтір қай уақытта қойылады, соны қараңыздар дейді. Жерде жауабында мен мынандай қылып көрсетіп қойдым. Бірінші сөйлемде and болады, және my mom's got fair hair and she's very friendly. Менің анамның шашы ақшыл және өте мейірімді дейді, Екінші сөйлемде she's serious дейді. But she's nice. Үтір қай жерде қойылды? But, бірақ деп сөйлемді жалғап тұр, мына жерде. Соның алдына қойылды. But деген, бірақ деген сөздің алдына үтір қойылып тұр. Так, she's seriously. Ол өте байсалды және өте тамаша адам деді. She always wears pink or yellow. Мына жерде yellow дегенде, or дегенде немесе деген. Ол розовый, қызғылт немесе сарғыш киімдер киеді деп айтып тұр. Exercise 3. Complete the sentence with and but and or. Так, үшінші жаттығу бойынша мына жерде де солай, және, бірақ, немесе деген сөздерді қоюымыз керек. He is tall and he's got dark hair. Ол ұзын және оның шашы қара дейді. My cousin is quiet, but she's friendly. Менің немере ағам өте немес дейді,
салмақты және мейірімді. Бірақ мейірімді дейді, тыныш бірақ мейірімді. Is your brother older or younger than you? Сенің ағаңның жасы үлкен бе, әлде кіші ме? Немесе кіші ме сенен дейді. Сол кезде or қоямыз. I've got a bicycle, but I haven't got a motorbike. Менің велосипедім бар, бірақ менде мотоцикл жоқ. My sister is 17 and my brother is 14. Менің әпкем 16-да және ағам 14-те дейді. There is a cinema, a museum and a restaurant on Lee Street. Мынау кинотеатр, мұражай және ресторан. Бұлар Ли көшесінде екен. Exercise 4. Төртінші жаттығу бойынша study the key phrases and write 6 sentences about the position of people in your class. Бұны сыныпта орындауларыңыз керек. Төртінші жаттығуды сөз тіркестерін қолдана отырып 6 сөйлем жазыңыз деген сіздерге. Мына жердегі key phrases сөз тіркестерінің ішіндегі сөздерді қолдана отырып 6 сөйлем жазуларыңыз керек. Так, енді мына жерде мына сөздер ғой, міне at the back артқы жағында, at the front алдыңғы жағында, on the left сол жақта, on the right оң жақта, in the middle ортасында деген. Мына жерде бір мысалын көрсетіп қойған. Sylvie is at the back on the left. Сильви ненің сол жақта және артында дейді. Сол сияқты мына жердегі сөйлемдерге өздеріңіз қалаған ойдан сөйлем құрауларыңыз керек. Мысалы, Арман is at front on the right. Арман манағыдай is at front деп тұр, алдыңғы оң жақта және алдыңғы жақта деген сияқты. Суреттеп айтуымыз керек. Exercise 5. Follow the steps in the writing guide. 5-ші жаттығу бойынша манағыдай фотосуретке қараңыздар дейді. Мына жердегі фотосуретке қараймыз. Мына мәтіннің астындағы және бұл адамдардың достары мен отбасы екенін, өзіңіздің достарыңыз, өзіңіздің отбасыңыз екенін елестете отырып, манағыдай сол суреттерді сипаттап жазыңыз, өзіңіздің отбасыңыз туралы блог жазыңыз дейді. Енді мына жерде мен мынандай қылып жазып көрсеттім. Here is a photo of some people at my mother's birthday party. Так, бұл жерде анамның туған күні кешіндегі кейбір адамдардың фотосы, міне. Мана диалогтағыдай. The 3 women at the back are my mom and the 2 sisters. Кейбір жерлерін өзгертесіздер. Арттағы 3 әйел менің анам және менің 2 әпкем. My brother is on the left. Менің ағам сол жақта тұр дейді. He is funny and friendly. Ол өте көңілді және мейірімді. My dad got short hair and he is very seriously. Менің әкем шашы қысқа және өте салмақты адам дейді. My grandmother is at the back on the right. She is very nice. Менің әжем артқы жақта тұр дейді. Оң жағымдағы арт жақта тұр дейді. Ол өте тамаша адам. The other people are my friends Айнұр and Ажар. Менің достарым Айнұр және Ажар дейді. Басқа адамдар тұр ғой, соларды айтып жатыр. Ажар's got a bicycle. Ажардың велосипеді бар. Your favorite color is black. Оның жақсы көретін түсі қара. Осындай етіп, мына жердегі сөздерді өзгертіп, түстерді, салмақты, көңілді деген жерлерді өзгертіп, сандарды өзгертіп, адам аттарын өзгертіп, жазуларыңызға болады. Сонымен бүгінгі біздің 47-ші беттегі тапсыр сабағымыз аяқталды. Арнаға тіркеліп лайк басып, қоңырауша белгісін басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.